Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге осындай өте дәмді пирог жасайтын боламыз. Пирог миксерсіз жасалады. Ең алдымен бізге сары май, қант, ұн, сметана, 3 жұмыртқа және де разрыхлитель керек болады. Пропорцияларды видеоның описаниясында қалдырамын. Ең алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқаны жарамыз және қант қосамыз. Қантты өзіңіз білесіз, мен 200 граммдай қостым. Азырақ немесе көбірек қоса болады. Енді жай ғана венчикпен жақсылап араластырамыз. Қантымыз еру керек. Жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін ерітілген сары май қосамыз. Енді жай ғана араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін қаймақты қосамыз. Қаймақ 250 грамм. Және осындай однородный массаға дейін араластырамыз. Және ұнды міндетті түрде ситадан өткізіп қосып аламыз. Және де қопсытқыш қосамыз. Мен қопсытқышты 10 грамм қостым. Және де жарты шай қасық сода қоссаңыз болады. Мен тағы да сода қостым разрыхлительмен бірге. Себебі бұл жерде сметана бар, сол үшін. Міне осындай қамыр болу керек. Енді кез келген формаға құйып саламыз. Және де үстіне май, ұн, қанттан осындай крошка жасап салсаңыз болады. Градуста 30 минут. Пирог дайын, астарыңыз дәмді болсын.